Тайбэйден келген ұшақ қонады және Энди ұшақтан түседі. Ол полиция қызметкері және ол судьяның өтініш бойынша келген. Депутатқа жасырын операция үшін жергілікті қылмыскерлерге мүлде таныс емес адам керек болды. Олар істі судьяның үйінде отбасылық кешкі ас үстінде талқылайды. Кейін бәрі үйлеріне тарайды. Судьяның қызы Эндиді қонақ үйіне жеткізіп салуды ұсынады. Қатты жаңбыр жауып тұрған кезде екеуі көлікке отырады. Бірақ кетпей тұрып, олар судьяның үйіне жақындап келе жатқан бейтаныс адамды байқайды. Ол есік қоңырауын басады. Судья есікті ашқан сәтте оны атып тастайды. Энди бірден көліктен секіріп шығып, тапаншасын суырып, Келлердің қолына атады. Алайда қылмыскер көлігіне мініп үлгереді. Бірақ бірнеше секундтан кейін оның көлігі жарылып кетеді. Келлердің қолына тиген оқ өте ауыр жарақат болған еді. Оқ оның бір саусағын жұлып кетіп, қылмыс орнында қаруын түсіріп кетуге мәжбүр етеді. Осылайша полицияда бейтаныс адамның кім екенін саусақ із арқылы анықтауға мүмкіндік туады. Оның аты триада мүшесі Карл Чанг екені белгілі болады. Бірақ ең қызығы, деректер базасына қарағанда, ол көп жыл бұрын түрмеде өлім жазасына кесіліп, атылып кеткен болып шықты. Демек, бұл істі жан-жақты тексеру қажет. Жұмыстан кейін барда демалып отырған Энди мен оның серігі істі қай жерден бастау керегін талқылайды. Алғашқы қадам сол түрмеде не болғанын анықтау. Карл Чанг шынымен өлім жазасына кесілді ме, әлде деректер базасында жалған ақпарат бар ма, соны білу керек. Серігі кеткен соң Энди әдейі жанжал шығарып, жергілікті топпен төбелеседі. Ол бәрін жан-жаққа шашыратып, сабырмен отырып, тұтқындалуын күтеді. Осылайша жоспар іске аса бастайды және ол қажетті түрмеге жіберілетін болады. Бұл төбелес оған 2 жыл түрме жазасын әкелуі мүмкін. Оның үстіне бұл жасырын операция болғандықтан, ол бұл жазаны шын мәнінде өтеуге мәжбүр болады. Полиция оған араласа алмайды. Түрмедегі алғашқы күні камералас көршісі Чарли кешке түрме чемпионымен төбелесетінін айтады. Энди одан бас тарта алмайды. Ол кем дегенде 30 секунд шыдауы керек. Төбелес басталады. Қарсыласы алып денелі, сондықтан Энди қатты соққылардың астына қалады. Бірақ әр құлаған сайын қайта тұрып, табандылық көрсетеді. Соңында ол жарты минут шыдай алады. Бірақ жағдайы өте ауыр болады. Тұтқындардың бірі Джимми оның жеңісіне бәстескен еді. Джиммидің интернатта оқитын ұлы бар. Ертең баласының туған күні, сондықтан ол баласын жеке өзі құттықтау үшін түрмеден қашып шығуды жоспарлайды. Алдымен ол асханаға барып, түрме бастығына арнайы бірдеңе дайындамақшы болғандай болып көрінеді. Біраз уақыттан кейін ол өзіне бекітілген күзетшіні жылдам соққымен есінен тандырады. Күзетшінің киімін киіп алып, ол түрмеден қашып шығады. Жолда көлік ұрлап интернатқа барып, ұлын алып кетеді және бүкіл күнді бірге өткізеді. Кешке қарай ол баласын қайтадан интернатқа апарып тастауға мәжбүр болады. Өйткені ол шпион және өзінің жасырын миссиясына қайта оралу керек. Полиция әрине қашқынды анықтап қойған және оны ұстауға асығып келеді. Жақындап келе жатқан сиреналарды көрген Джимми ұлымен сабырмен қоштасады. Түрмеге қайтып келген соң күзетшілер Джиммиді қатты ұрып соғады. Кейін біз сән көрсетілімін көреміз. Көрермендердің арасында Стив деген адам бар. Бір кезде оған жазба беріледі. Онда сол кеште бильярд ойынында әдейі жеңілу керек екені жазылған. Егер бас тартса, оны қолтырауындарға жем қылады. Бірақ Стив жеңілгісі келмейді. Сондықтан ол шарларды бірінен кейін бірін лускаға түсіреді. Кейін ол барда сүйіктісімен кездесіп, кешті жақсы өткізуді жоспарлайды. Бірақ есік алдында оған жеңілу туралы бұйрықты елемеген гангстерлер жолғады. Стив жұдырықтасып қашып шығуға мәжбүр болады. Алайда төбелес кезінде гангстерлердің бірі оның сүйіктісін пышақтап кетеді. Енді қызды аман алып қалу үшін бір күннің ішінде жаңа бауыр қажет болады. Мұндай органды тек қара нарықтан ғана табуға болады. Бірақ оның бағасы $100,000. Стив мұндай ақшаны тек карта ойында ұтып алады. Қажетті соманы ұтып алған соң ол бөлмеден кетпек болады. Бірақ басқа ойыншылар ақшаларын қайтарып алу үшін тағы да бір мүмкіндік беруді талап етеді. Бұл Стивтің жоспарына кірмейді. Сондықтан ол тағы да төбелесіп, сыртқа шығуға мәжбүр болады. Төбелестің шарықтау кезінде гангстерлердің бірі кездейсоқ қаза табады. Мафия басшысына бірден оның інісі өлгені туралы хабар беріледі. Стив түрмеге тасталады. Түрмедегі барлық тұтқындар мафия басшысының інісі Лиді өлтірген адамның тірі қалуы мүмкін емес екенін жақсы біледі. Солай болады да. Аулаға алғаш серуенге шыққанда бірнеше тұтқын Стивке пышақпен шабуыл жасайды.
Ол бірнеше рет пышақ жарақатын алады, бірақ күзетшілер араласып, төбелесті тоқтатқандықтан ғана аман қалады. Сол кезде шабуыл жасаған адам пышақты жерге тастап, теуіп жіберген еді. Алайда жасырын полицей Энди камераласы Чарлимен бірге болған жағдайды күзетшілерге түсіндіреді. Чарли лақтырылған пышақты да көрсетеді. Шабуыл жасаған адам карцерге жіберіледі. Кейін біз түрменің жазалаушысы денесін толық татуировка жапқан Лукас деген адаммен танысамыз. Лукас Эндидің күтімді қолдарын байқап, оның полиция қызметкері болуы мүмкін деп күдіктенеді. Энди Карл Чангқа қызығушылық танытып жүрген білген соң, Лукас оны әңгімеге тартады. Алайда Энди сабырын сақтап қалады. Мұндай жағдай үшін ол алдын ала ойластырылған аңыз дайындап қойған, ол Карлдан қайтарып алатын қарызы бар екен айтады. Кейін асханада күзетші Эндиге соңғы рет көрсеткен әдепсіздігі үшін кешкі ас беруден бас тартады. Мұны көрген Лукас оның жанына келіп отырып, өз табағын оған сырғытып береді. Бірақ күзетші принципінен таймай, керісінше Лукасты жазалауды шешеді. Оның алдында қайнатылған күрішке толы үлкен леген қояды да бір дәнін қалдырмай бәрін жеуін талап етеді. Амал қалмаған түрме жазалаушысы күрішті жей бастайды. Оның қиналып жатқан көрген Энди оған көмектесу үшін жанына келіп бірге жей бастайды. Содан кейін басқа тұтқындардың бәрі кезекке тұрып күріштен бір-бірі қасыстан жейді. Күзетші болған жағдайға таңырқап қарап қана қалады. Келесі күні тұтқындарға жол салу жұмысы тапсырылады. Оларға жұмысты кешке дейін бітіру керек екені айтылады. Энди бақылаушыдан егер жолды мерзімінен бұрын бітірсе не болатынын сұрайды. Бақылаушы мұны мүмкін емес деп ойлап, әзілдеп, егер солай болса көйлек киіп, бәрінің алдында балет билеп берем дейді. Тұтқындар оның сөзін шын қабылдап, бар күштерін салып жұмыс істей бастайды. Нәтижесінде жолды жоспардан 2 сағат бұрын аяқтайды. Енді олар бастықтың орындауында аққу көлі балетін көруге дайын еді. Бірақ бақылаушы әрине уәдесінде тұрмайды. Осылайша тұтқындар балетті көре алмай қалады. Сол кеште ұлының туған күнін құттықтау үшін түрмеден қашқан әке Джимми карцерден босатылады. Ол баласына тағы да кездесетінін уәде еткен, және ол келесі қашу жоспарында ойластырып қойған. Келесі күні Стивке пышақпен шабуыл жасаған адамдар карцерден босатылады. Олар босс Лидің бауырының өлімі үшін кек алмақ. Бірақ Лукас өзінің түрмесінде тапсырыспен өлтіру болғанын қаламайды. Сондықтан ол әлгі адамды Стивпен қол алыстыруға мәжбүрлейді. Кейін бұл бітімнің тек сырттай ғана болғаны белгілі болады. Алдыңғы шабуыл кезінде пышақты көрсеткен Эндидің камераласы кешкі асқа ерекше сыйлық алады. Бұл жолы оның сүйікті тышқаны пістіріліп берілген. Осыдан кейін тағы да төбелес басталады. Бұл жолы Энди карцерге түседі. Жасырын полицей карцерде отырған кезде қалған тұтқындар жұмыс істеп жүреді. Джимми күзетшілерден дәретханаға баруға рұқсат сұрайды. Ол ұзақ уақыт шықпай кеткен соң күзетшілер алаңдап оны іздеуге асады. Бірақ Джимми сол сәтті пайдаланып, айналып келіп, олардың көз алдында тұрған полиция көлігін ұрлап кетеді. Жолда ол Лукасты да бірге қашуға шақырады. Бір сәттен кейін екеуі тас жолмен зулап келе жатады. Кешке қарай олар ешкім байқамайтын жерде тоқтап, от жағып тынығуға шешім қабылдайды. Бірақ көп ұзамай олардың жақтарына қарай полиция көліктерінің керуені жақындап келеді. Лукас Джиммиден неге өзін осылай ұстап берген сұрайды. Джимми ақыры шындықты айтуға мәжбүр болады. Бұл бастықпен жасалған келісім екен. Нәтижесінде Лукастың жазасы сәл ұзартылады, ал Джиммиге ұлымен кездесуге рұқсат беріледі. Бұл қарапайым келісімді естіген Лукас полицияға өзі берілу үшін сыртқа шығады. Алайда оны тұтқындаудың орнына бастық оны дәл жүрегіне атып өлтіреді. Кейінірек босс Ли бауырын өлтірген Стивтің әлі тірі екенін біледі. Түрмедегі жалдамалы адам оны өлтіре алмаған. Сондықтан Ли істі өз қолына алуға шешім қабылдайды. Ал Джимми болса ұлын тағы да көремін деген үмітімен бас тартпайды. Ол келесі күні бәрін таңғалдырған күйі тағы да қашып кетеді. Жұмыс кезінде ол полиция көлігінің рөліне отырып, газды барынша басып кетеді. Бірақ көп ұзамай қарсы алдынан полиция қызметкері шығады. Джимми бұрылып үлгермей көлік полицейді қағып кетеді. Офицер сол жерде қаза табады. Көлік аударылып, қашу әрекеті сол жерде аяқталады. Соттан кейін Джиммиге өлім жазасы кесіледі. Оны камерадан шығарып қабырғаға алып келеді. Бірақ сол күн толықтай қаралып болмайды. Кешке қарай әлсіреген Энди карцерден босатылады. Оның досы Чарли әрең жетіп келіп, иығын сүйеу етіп көмектеседі. Осы уақытта босс Ли түрмеге кіріп,
Стив пен жеке өзі есеп айырысуды көздейді. Ол сыбайлас полицейді ұрып, өзін ресми түрде тұтқындауға себеп жасайды. Көп уақыт өтпей-ақ Ли түрме ауласына кіріп келеді. Тұтқындар төбелеске бәстесіп жатыр. Сол кезде Стивтің камерасының есігі ашылып, есіктің алдында Ли пайда болады. Ол жерге өткір затты лақтырып тастайды, ал қолында тағы біреуін ұстап тұр. Ол Стивті жекпе-жекке шақырады. Уақыты келді. Екі адам өлімге дейінгі шайқасты бастайды. Стив жараланғанына қарамастан, ақыры Лиді жеңіп, өткір қаруды оның тамағына тақайды. Бұған қуанған күзетшілер Стивпен жеңілген адамды өлтіруді талап етеді. Бірақ Стив оны өлтірмейді. Керісінше екінші қабатқа секіріп шығып, күзетшілер таяқпен ұрып үлгермей тұрып, бастыққа бірнеше соққы жасап үлгереді. Ол тек Эндидің дауысының арқасында ғана тірі қалады. Энди басқа тұтқындар сияқты бәрін өз камерасынан көріп тұрған еді. Энди күзетшілерге шектен шықпауды айғайлап ескертеді. Ол бұл жерде куәгерлер көп екенін және жоғарғы басшылық бәрін еститін айтады. Осы сөздерден кейін Стивті алып кетеді. Біраз уақыт өтеді, түрмеде жаңа жыл мерекесін атап өте бастайды. Түрме бастығы тұтқындардың бәрін кабинетіне шақырады. Оған бензин толтырылған шприц береді. Бандиттің тапсырмасы өте қарапайым: Эндиді өлтіру. Тұтқын бос камераға кіріп, шамның ішіне бензин қояды. Энди келіп, жарықты қосқанда шам жарылып, ол тірідей жанып кетуі керек. Жоспар бәрі ойдағыдай жүргендей көрінеді, бірақ бір ғана нәрсе дұрыс болмайды. Жарықты қосқан Энди емес, оның камераласы Чарли болады. Бала үстіне төгілген жанған бензинге оранып, өрт сөндіргіштері жеткенше көз жұмады. Мұның артында кім тұрғанын түсінген Энди бандитке шабуыл жасайды, бірақ түрме бастығы таяғымен араласады. Энди төбелеске кірісіп, үлкен бүлік басталып кетеді. Сол бүлік кезінде ол түрме бастығын өлтіреді. Осы үшін оған өлім жазасы кесіледі. Жаза орындалып, жасырын полицей атып өлтіріледі. Бірақ көп ұзамай ол бір бөлмеде жатқан күйінде есін жияды. Кейін оған бейтаныс адам келеді. Ол Эндиге өзінің жерлеу рәсімінің фотосын көрсетеді. Бейтаныс адам Эндиге екінші мүмкіндік ұсынады: жаңа өмір бастауға, басқа есіммен өмір сүруге мүмкіндік. Бірақ алдымен бір тапсырманы орындау керек. Тапсырма бір есірткі баронын өлтіру. Келесі көріністе есірткі бароны отырған ұшақ ұшу жолағына қонады. Энди, Джимми, Стив және босс Ли джиппен келіп түседі. Олар бір команда болып қаруланып, есірткі бароны өлтіреді және солдаттармен атыса отырып жол ашады. Негізгі мақсат жойылды. Топ джипке қарай жүгіреді, бірақ Энди тоқтап қалады. Ол бір кезде дәл осы бейтаныс адамның судьяны үйінің есігінің алдында өлтіргенін есіне түсіреді. Сол кезде ол дәл осылар сияқты киінген еді, джинсы мен қара күртке. Сол жолы Кейлер көлігімен бірге жарылып кеткен болатын. Осыны есіне түсірген Энди серіктеріне джиптің ішінде бомба бар екенін айғайлап айтады. Топ дер кезінде секіріп түсіп үлгереді және 1 секундтан кейін джип жарылып кетеді. Олар жаяу қашып атса отырып кетуге мәжбүр болады. Көп ұзамай ұшақ әкелінеді. Енді тек соған жету ғана қалды. Энди ұшаққа мініп үлгереді, бірақ қалған үшеуі үлгермей қалады. Солдаттар оқ жаудырады. Ұшақ тек Энди ғана ішінде отырып көкке көтеріледі. Сол түні Эндиге жалған жерлеу ұйымдастырған және есірткі баронын өлтіру тапсырмасын берген сол бейтаныс адам үйіне келеді. Бірақ оның ішінде Энди күтіп отыр. Сол бейтаныс адам нағыз нысана еді. Судья Эндиді шақыртқан да сол адамның кесірінен болатын. Эндидің түрмеге жасырын агент болып түсуіне де сол болатын. Сол кезде бөлмеге полиция қызметкерлері кіріп, бейтаныс адамға кісен салады. Энди өзінің миссиясын аяқтады.